кандай? Жақсы! Олай болса осындай тамаша жақсы көңілменен бүгінгі қазақ тілі сабағын бастаймыз. Біз сен күйін әдіс арқылы орындайтын боламыз. Суреттегі заттарға біз бөлім құраймыз. Кәнекей? Қайта ғой. Көрпені жаю керек. Ыдыстарды шаю керек. Көктеу керек. Кию керек. Тиімді тапсырмамыз біздің адасқан сөздер деген ойынмен ойнатылады екен. Бұл жерде адасқан сөздердің орнын табасыңдар. Сонымен қатар ю дыбысы кездесетін сөздерді буынға бөлеміз. Ал аяғы бірінші қол көтерді, аяғы жауап береді. Әжем маған ойынды үйретті. Бұл жерде ю дыбысынан сөз бар ма? Ойынды. Ал енді осы сөзді буынға бөле қой. Екі буын, екеуі де дауысты дыбыс. Дұрыс айтты ма балалар? Алып кетейік. Жарайсың аяғым. Дерді балалар, шаттық шеңберіне шақырамын. Кәнекей үлкен шеңбер жасап тұра қойшы. Ал қол ұстасамыз балалар. Енді балалар, біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы ашылмас бұрын сіздермен бір ойын ойнап жібергім келіп тұр. Бұл ойынның аты ішіне және сыртына деп аталады. Әрқайсымыз өз есімімізді білеміз ғой, Иә. Кейбір есімдер дауысты дыбыстан басталады, кейбір есімдер дауыссыз дыбыстан басталады. Мен қазір шеңбердің ішіне дауысты дыбыстан басталатын есімдерді шақырамын, ал сыртында дауыссыз дыбыстан басталатын есімдері бар балалар. Қаламыз жарай ма? Ал шеңбердің ішіне дауысты дыбыстан басталатын есімдері бар балалар кіре қойсын. Тамаша. Енді біз сыртында дауыссыздан басталатындар қалды, есіміміз. Есімін кім сенің атай қойшы? Нұржан қай әріптен басталады? Қандай дыбыс? Бәріміз айтамыз, қандай дыбыс? Дауыссыз. Сіздің есіміңіз кім? Аяғы қандай дыбыстан басталады? дауысты. Дауысты. Мінекей, біз сыртында дауысты есімі бар. Оқушылар алдық дауыссыз есімінен басталатын, ал ішінде дауыстыдан басталатын қалды. Олай болса біздің киелі қазақтың ұлттық үйі қалай аталады? Ұлттық үйіміз қалай аталады? Киіз үй. Ал біздің ортадағы ішкі шеңбер қандай киіз үйдің бөлігін жасады? Шаңырақ бола қалды. Ал біз олай болса шаңырағымыз биік болсын Қазақстанымыздың, отбасымыздың, және біз шаңырақ керегеміз, керегеміз берік болсын деп кереге болып құрыла қалайық, балалар? Міне тамаша. Орнымызға келіп тұра қалыңдар. Олай болса, біздің сабағымыздың тақырыбы ішкі шеңбердегі кіретін кісілердің дауысты. Сыртқы шеңбер Дауыссыз. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дыбыстар дауысты болып бөлінеді екен. Және Дауысты. Жарайсыңдар балалар. Хамза айта қойшы, бүгінгі жаңа тақырыбымыз қалай аталады? Дауыссыз дыбыс түрлері. Олай болса балалар, сабағымыздың мақсаты дерек көздерден сөздік анықтамалықтан мәліметті табамыз, және берілген тақырыпты сұрақ бойынша мәліметті іріктеп аламыз. Балалар, бүгінгі сабағымызда сіздерді мынандай бағалау критерий арқылы бағалаймыз. Мәтіннің тақырыбын одағы негізгі ойды анықтайды, оқылым мен мәтіндегі негізгі ойды анықтап өз ойларын білдіреді, дауыссыз дыбыстардың түрін ажырата алады, сұрақ бойынша мәліметтерді іріктеп алады, жіберген пунктуациялық, орфографиялық қателерді тауып, түзетіп жазады. Ал сол бағалау критерийі мына аспап арқылы бағаланады. Мынау қандай аспап? Домбыра. Қай ұлттың аспабы? Қазақтың. Дұрыс айтасыңдар. Екі шеттің бірін сәл, бірін қатты және бірақ, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Біздің ұлттық құндылығымыздың бірі
енді домбыра аспап арқылы сіздер 10 балдық жүйесі арқылы бағаланасыздар. Балалар, қазақ тілінде неше дауыссыз дыбыс бар? 25 бар. Дауыссыз дыбыстар айтылымда қандай? Нешеге бөлінеді? Барша тапсырмасында балалар, сіздер қатаң ұяң дыбыстарды кәдімгі орналастырамыз, орындарына, ұяшықтарына орналастырамыз кәдімгі. Ал балалар сәттілік. Жақындаймыз. Бағалап жүрейік. Біз керемет, біз қолымыздан барлығы келелер, жарайсыздар. Ең алдымен сөз етем, бірінші ата өзекем, екіншісі атамыз, үшіншісі арғата, төртіншісі бамамыз, бесіншісі түбата, қалай тұрмыс жатамыз, маған да ата бер бата, алтыншысы тек ата, жетіншісі ұлы ата. Балалар өлең не туралы? Біздің ең мықты құндылығымыз, өшпес құндылығымыз, қазақтың ерекше құндылығы жеті ата екен. Жеті атамызды білеміз бе? Жарайсыздар балалар. Жеті аталар ешқашан ұмытпаңдар. Жеті атасын білген ел, жеті жұрттың қамын жер деген ата бар. Дәптермен жұмыс жасаймыз, дәптермен жұмыс жасау барысында біз тақтада берілген көру диктантын орындаймыз. Тамаша, көркем, сауатты етіп жазылады, жарай ма? Хамза, қандай дыбыс? Дауысты жіңішке. Жарайсың. Айару, қандай дыбыс? Дауысты жіңішке. Керемет. Қазір айта қойшы, қандай дыбыс? Шық қатан. Жазалым. Бір-бірімізге көпір болып бағалап жіберейікші, бір-бірімізге көмектестік қой, керемет, қолымыздың ұшын тигіземіз, өйткені біз бір-бірімізге көмектестік. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін жұмыс жасап. Сабақ сіздерге ұнады ма? Олай болса, осы сабақты кері байланыс жасау мақсатында, рефлексия жасау мақсатында мен сіздерге ұялы телефондар таратамын. SMS арқылы, әдіс арқылы біз кері байланыс жасаймыз. Осы ұялы телефонға сіздердің сабаққа ұнамағандарын апарып ұяшыққа апарып саласыздар, жарай ма? Ұяшық біреуіне барып жабыстырalım. Сендер де келе беріңдер балалар. Сендер де келе беріңдер балалар. Бағалап жүрейік. Біз керемет, біз қолымыздан барлығы келелер, жарайсыздар. Сіздер домбыра әдісі арқылы бағаландыңыздар, домбырадағы пернедегі кәні балдарыңды көрсетіп жіберіңдерші. Кәусар 10 бал жинапты, Аруна 10 бал жинапты, Хамза 10 бал жинапты, Кәусарымыз 10 бал жинапты.